438 есеп. Бірлік кесінді 5 торкөз ғып алыңыздар деп. 5 торкөз, яғни 5 клетка алсын деп тұр. Линейка сызамыз. Сөйтіп, 0 нүктесін белгілейміз. 5 торкөз, яғни 1, 2, 3 белгілеп берейік. 1, 2, 3, 4, 5. 1 деп белгілеймін. Келесі 5-ті белгілеймін. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі бірлік. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі бірлік белгілеймін. Енді мына нүктелердің координаталарын белгілеу керекпіз. Бірінші 5-тен 2, яғни ол 0 мен 1-дің арасында орналасады. 5 бөлінге бөлінген, сонда мына нүктені аласыз деген сөз. Бұл 5-тен 2. Келесі 5-тен 4. 5 бөлікке бөлдім. 4 деген нүктені белгілеймін. 5-тен 4. Ары қарай 1 бүтін 5-тен 3. 1-ден асады. 5 бөлікке бөлінген, 3-ші нүктесін аламын. 1, 2, 3. Міне. 1 бүтін 5-тен 3. Келесі 2 бүтін 5-тен 4. Яғни 2-ден асады. 1, 2, 3, 4. 2 бүтін 5-тен 4. Одан кейін 3 бүтін 5-тен 2. 3-тен асады. 1, 2. Екінші нүктені аламын. 3 бүтін 5-тен 2 деген нүктер. Осы біздің нүктелеріміз. 439 есепте бірлік кесінді 4 см кесінді алып, координаталық сәуле сызыңдар. 4 см, яғни линейка қолданамыз. Сәуле сызып аламыз. Міне 0 деп белгілейміз. Мына линияның үстін байланасыздар. Сөйтіп, міне сызамыз. Енді 4 см, яғни 4 см сайын бөліп шығамыз. Міне 4. Келесі 4-іміз 8. Келесі 4-іміз 12. Келесі 4-іміз уже арға сыймайды. Енді бетеміз, аралыққа бөліп тастаймыз. Мына жер басын 0 деп белгілеп аласыздар. 1 4-тік ол 1 болады, 2 болады, одан кейін 3 болады. Енді А нүктесін белгілейміз. Енді қараңыздар. 2-ден 1, яғни бізде 4 клетка. Аралығын бөліп тастаймыз. 1 сантиметрден. Бөліп тастаймын, міне. Бөліп тастаймын. Бөліп тастаймын. 4-ке бөлдім. Яғни мына қараңыздар, бөлімі 2 болып тұр. Бұлай да белгілесеңіздер болады. Бірақ бізге түсінікті болу үшін 4-ке бөлім тұр ғой, яғни бөлімі 4 болу үшін мен 2-ге көбейтемін. 4-тен 2. Алымын да бөлімді көбейттім. Сонда 4-тен 2. Міне 4-тен 2. Міне мына 2 нүкте. Енді бізде 4-тен 1 емес, ол А нүктесі деп алсаңда да болады. Міне. Келесі 1 бүтін 4-тен 1. Ол 1-ден өтеді. 4-тен 1, 4-ке бөлініп тұр. Бірінші нүктесі бұл Б нүктесі. Бөлімі 4 дайын тұр. Бөлімі 4 дайын тұр. 1 бүтін 4-тен 3. 4-тен 3. Мынау бізде С нүктесі. 2 дегеніміз Д. Міне. Д нүктесі. Е 2 бүтін 2-ден 1. 2 бүтін 2-ден 1. Бөлімін 4 қылып аламыз. Ол үшін 2-ге көбейтеміз. 2 бүтін санға көбейтпейміз, ештеңе етемейміз. 4-тен 2-ні көбейтеміз 2. Сонда 2 бүтін 4-тен 2. Ол Е деген нүкте. 2 бүтін 4-тен 4-тің тура ортасы, екінші нүктесі. Бұл Е деген нүкте. 4-40 есепті кітаптан түсіндіре салайын. 3-16 суретте әріптермен берген нүктелері координаталармен жазыңыздар. Мысалы, бірлік кесінді, бұл жерде бірлік кесінді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни келесін тексереді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сонда Е деген нүкте ол 7-ден Е деген нүкте астына жазсақ болды.
жетіден санаймыз 1, 2, 3, 4. Жетіден 4. F деген нүкте 1 бүтін, бірден өтті, бөлімінде 7, үстінде 1, 2. 1 бүтін 7-ден 2. M деген нүкте, яғни 1 бүтін, бірден өтті, бөлімі 7, санаймыз 1, 2, 3, 4, 5. Міне, 7-ден 5. N деген нүкте 2-ден өтті, 2 бүтін 7-ден санайым 1, 2. Міне, мына нүкте болып беріледі. Ал 441-ші есепте бірлік кесінді 8 сантиметрден координаталы сурет сызыңдар. 8 сантиметрге дейін бірлік кесінді сызайық. 8 сантиметр. Мына жерде белгілейміз. 8 сантиметр сызайық. Кішкене не болып тұр, иә? Бүйтіп сызып алайын, кейін өлшей саламын, иә, сыздым. Енді 8 сантиметр. 8 сантиметр деген міне. Ар жағы бізге керекті емес, шын айтсам, керек өлшіп сайсаңыздар болады. Мына жағы керек емес. Енді осы кесіндіні дейді, өзара екі бөлікке бөліңдер. 8-дің тура жартысы ол 4 сантиметр. Міне, 4-ке бөлдім. Мына жер 0 болсын, мына жер 1 болсын. Бірлік кесінді деп тұр ғой. Енді тура жартысы, ортасы 4 сантиметр. Оны бөліктердің әрқайсысын тағы да өзара екі бөлінген. 4-тің жартысы ол 2. Мына ненің 4-тің жартысы тоже 2. Бөлінген әрбір бөліктің сәйкес координаталарын жазып шығыңыздар. Осы жерде белгілей салайық. 0 мен 1-дің арасы сонда тең 4 бөлікке бөлдім. 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлдім. Значит, 4-тен 1 бөлігі болады. 4-тен 2 бөлігі болады. Сосын 4-тен 3 бөлігі болады. 1 дегеніміз ол 4-тен 4 бөлігіне тең болады. Міне сонда нүктелер координаталар табылды. Түсінікті. 442-те жұмысшылар жолдың берілген ұзындығынан 12 күнде асфальт төсеп болды дейді. Енді бүйтеміз, сәуле сызамыз. Бірлік кесіндіміз сонда 12-ге тең болу керек. Мына жерге сызып шықтық. 12 сантиметр болсын. 12 сантиметр дегеніміз ол міне. Міне, 12. Яғни 12 сантиметрді 1 сантиметрден бөліп шықтық. Бөліп шықты міне. 1 сантиметр деп, иә? 1 сантиметрде бізде 2 клетка болады. Сонда 0, мынау 1 деп алайық. Сонда бірлік кесіндіміз 12 күнге тең болып тұр. Бірлік кесінді 12 күн, ол 12 сантиметр деп алып отырмыз. Енді бүйтіп айтыр, ол 5 күнде, 7 күнде же 10 күнде жолдың қандай бөлігіне асфальт төседі. Енді 5 күнді белгілейік. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерге нүкте қойып қояйын. Сосын 7 күн, ол мына жерде нүкте. Сосын 10 күн. 7, 8, 9, 10. Міне 10 күн. Сонда барлық 12, сонда 12-ден 5 бөлігі болады. 12-ден 7 бөлігі болады. Сосын 12-ден 10 бөлігі болады. Координаталы сәуледе А, Б, С-ді нүктелерін белгілеңіздер. Мынау бізде А болсын, мынау Б болсын, мынау С болсын. А нүктесінің координатасы 12-ден 5, Б нүктесінің координатасы 12-ден 7, и С нүктесінің координатасы 12-ден 10 болсын. Міне. Қасқырдың тұрған орны мен түлкінің тұрған орнын белгілеңіздер деп тұр, иә, бізде. Мынаны А әріпі деп белгілейік. Мынаны Б әріпімен белгілей салайық. Енді осы кітаптың үстіне жаза берейін, түсінікті болу үшін. Енді көрейік, бірлік кесінді қаншаға тең бізге? Мына жерге жазып қояйық. Бірлік кесінді. Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сонда бірлік кесіндіміз 10 сантиметр екен. Енді қасқырдың тұрған координатасын анықтайық. Ол бізде 10-нан 1, 2, 10-нан 2. Б нүктесі, яғни түлкінің орны ол 10-нан санаймыз. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, сонда 10-нан 8 болып есептеледі. Енді бізден ары қарай координаталарын белгілеңдер дейді. Сосын бірлік кесіндінің қандай қашықтықта? Қасық бірлік кесіндінің қандай қашықтықта дейді. Санаймыз. 1, түлкіні қасқырды 0 деп бесе 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда ара қашықтығы 10-нан 6-ға тең. Міне есептің берілген осылай.